Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз өте қызықты тақырыпқа саяхат жасаймыз. Табиғат құбылыстары бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы: адам өміріне климаттың әсері қандай? Бүгін біздің сабағымызда адамзаттың дамуына климат қалай әсер ететінін, өзің тұрған жерде қандай катаклизмдер болатынын және сіздердің айналаңызда қандай қауіп-қатерлер болатынын білесіздер. Және оттан, судан, газдан болатын қауіп-қатердің алдын алу ережесімен танысасыздар. Сонымен қатар өз қауіпсіздіктеріңізді жоспарлауды, катаклизм кезінде қауіпсіздік ережесін сақтауды үйренеміз. Климат дегеніміз не? Климат белгілі бір жердегі ауа райының ұзақ жылдан бері қалыптасқан тұрақты жағдай. Жер бетіндегі негізгі климаттың белдеулердің шартты белгілері: полярлық, қоңыржай, экваторлық, тропиктік белдеулер. Климат бұл белгілі бір жерде ауа райының ұзақ жылдар бойы қайталанып отыратын түрі. Мысалы, бір жерде жыл сайын күн шуақты әрі ыстықты болса, ол жылы климат. Ал бір жерде жиі қар жауып, күн суық болса, ол суық климат деп аталады. Климат табиғаттың мінезі сияқты. Бір жерде ол жұмсақ, жылы болса, басқа жерде қатал, суық немесе ыстық болуы мүмкін. Климат гректің клима көлбеу деген сөзінен шыққан. Климат күн сәулесінің жер бетіне көлбеу түсуіне байланысты қалыптасады. Көлбеу түсетін сәулелерге қарағанда тік түсетін сәулелер ыстығырақ болады. Экваторға жақындаған сайын күн сәулесінің жер бетіне түсу бұрышы ұлғаятындықтан ауа температурасы да жоғарылай береді. Климат адамның сыртқы келбетіне ғана емес, кәсібі мен өмір салтына да әсер етеді. Климат адамның өміріне қалай әсер етеді? Климат біздің өміріміздің көптеген бөлігіне әсер етеді. Мысалы, егер климат ыстық болса, адамдар жеңіл киім киеді, үйлерін көлеңкелі етіп салады. Ал күн суық аймақтарда адамдар жылы киінеді, үйлерін жақсылап жылытады. Климат ауыл шаруашылығына да әсер етеді. Мысалы, жылы жерлерде жеміс-жидек пен күріш өседі. Ал салқын аймақтарда бидай мен картоп көбірек өсіріледі. Сондай-ақ климат адамның денсаулығына да әсер етеді. Күн көзі көп жерде адамдар сергек болады. Ал суық, тұманды аймақтарда адамдарға жылы киім мен дәрумендер қажет болады. Алғашқы адамдар өмір сүрген кезде климат жылы болған. Адамдар сан алуан, жеміс-жидек өсетін ағаштар мен жан-жануарларды қорек еткен. Ол кезде адамға жылы киім, баспана қажет болмаған. Алайда шамамен 100 мың жыл бұрын мұз басу дәуірі басталған. Солтүстіктен жылжыған алып мұз қабаты бүкіл жер бетін жапқан. Мұз басу дәуірі адам баласын суықтан қорғануға, азық тауып жеуге үйретті. Сонымен балалар, суретке қарай отырып, мұз басу дәуірі адам өміріне қандай өзгерістер әкелгенін бақылап көрейік. Балалар, мұз басу дәуірі адам өміріне қандай өзгерістер әкелді? Шамамен 13 мың жыл бұрын алып мұз қабаты еріген. Адамдар сол табиғи ортадағы өзгерістерге бейімделіп, өмір сүре бастады. Адамдардың климат жылынғаннан кейінгі ойлап тапқан құралдарын атай кетейік. Жергілікті тұрғындарға климат қалай әсер етті? Осыдан шамамен 3 мың жылдай бұрын ұлы даланың климаты өзгеріп, құрғақшылық орнаған. Жауын-шашын азайып, күн ысыған. Климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыздың қандай шаруашылық түрімен айналысқанын, адамдардың өмір салтына, тұрмысына, кәсібіне қалай әсер еткені жайлы есімізге түсірейік. Балалар, қазіргі кезде адамдардың тіршілігіне климаттың тигізетін әсері ерте кездегідей аса қауіпті емес.
Дегенмен адамның өмірі көп жағдайда ауа райына, климатқа тәуелді. Сонымен балалар, бүгін біз нені білдік? Климат бұл табиғаттың ұзақ мерзімді ауа райы. Ол адамның өміріне үлкен әсер етеді. Біздің денсаулығымызға, еңбегімізге, киімімізге және тұрмысымызға. Сондықтан табиғатты және климатты қорғау біздің міндетіміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Өз аймағыңның климаты туралы ойланып көр. Сен тұратын жерде ауа райы қандай? Ол сенің өміріңе қалай әсер етеді? Келесі кездескенше сау болыңдар балалар. Күндеріңіз шуақты, көңілдерің көтеріңкі болсын.